күн оқушылар және ата-аналар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 121-ші сабақты өтеміз. Сабақ барысында түсіндірілетін тақырып ол үстеу, яғни үстеу жайлы білетін боламыз. Ең бірінші тапсырма бізде мәтін берілген. Осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтінді тыңда. Қазақстан экономикалық кедергілерге қарамай қиын да күрделі шешім қабылдады. 1997 жылы республиканың астанасы Ақмолаға көшірілді. Бұл шешім басқа да елдерді таңғалдырған еді. Аз ғана уақыттың ішінде бұрынғы провинциялық қала адам танымастай өзгерді. Есілді бойлай президент сарайы, парламент ғимараты, Қан Шатыр бейбітшілік пен келісім сарайы, Алау мұз айдыны сарайы, көп қабатты тұрғын үйлер мен ғимараттар жаңаша бой көтерді. Қазақ хандығының негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандардың, қазақтың үш атақты биі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке бидің ескерткіштері халқын болашаққа бастағандай бейнеленген. Аспанға атылған ақ барыс мүсіні жас Қазақстанның 21-ші ғасырдағы жарқын да бақытты болашағының символында елестейді. Астанамыз Нұрсұлтан қаласының болашағы әлі алда, ол болашақтың қаласы. Енді оқушылар осы мәтін бойынша өз пікірімізді айтып үйренеміз. Мәтін не туралы айтылған? Мәтін астанамыздың өркендеуі жайлы айтылған. Және осы мәтінді оқу барысында қандай сезімде болдыңдар, соны жазамыз. Астананы неліктен болашақтың қаласы деп атайды? Мәтіннен түсінгендеріңді жазыңдар. Мәтіннен қарамай жазылған сөздерді көшіріп жазамыз және мағынасын анықтаймыз. Аз ғана, бұрынғы, жаңаша, алда. Мен сендерге екі мысал келтірем, ары қарай өздерің орындайсыңдар. Аз ғана, бұл бізде мөлшерін білдіріп тұр. Бұрынғы мезгілін білдіріп тұр. Ал енді жаңаша, алда, дәл солай талдаймыз. Келесі үстеу дегеніміз не? Іс-әрекеттің, яғни болып жатқан оқиғаның мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіретін сөз табын үстеу дейміз. Үстеулер қашан, қайда, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, жүргек пойызбен Елордаға тез келдік. Түнде қала көшелері жап-жарық. Биыл Астананы көруге бардым. Енді қараңдар. Түнде қала көшелері жап-жарық. Қашан деген сұраққа жауап беріп тұр. Қашан қала көшелері жап-жарық болады? Түнде. Яғни бұл жерде түнде деген сөз үстеу. Биыл Астананы көруге бардым. Қашан бардым? Биыл бардым. Бұл да бізде мезгіл үстеуді білдіріп тұр. Келесі бізде қызықты тапсырма. Ребус берілген, оны шешіп, шешуіндегі үстеулерді қатыстырып сөйлем құрау. Яғни бізде қаз берілген және бір саны. Бір санынан бір деген сөзден ең алғашқы әріпін алып тастаймыз. Сонда қазір сөзі шығады. Ал екіншісінде алма, ма деген соңғы екі әріпті алып тастасақ, ал доп берілген бірінші әріп қалады. Алда. Алда деген сөз шығады. Яғни сөйлем құраймыз. Қалада қазір ғана жаңбыр жауып басылды. Ауылда жүгіруден жарыс өтіп жатыр. Бекзат алда келе жатыр. Келесі тапсырма үстеуді мағыналық түрлерін тиісті сөздермен сәйкестендір. Біздерде мезгіл, мекен, сын қимыл үстеулері берілген және шатасқан сөздер берілген. Осыларды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Енді мұқият тыңдаймыз. Мезгіл. Тал түсте, күндіз түні, ертең, бүгін, күні бойы. Қарап тұрсаңдар, бұл жерде мезгілін білдіріп тұр. Қашан деген сұраққа жауап беріп. Мекен үстеуге. Төменде, жоғарыда, алға, артта, сыртта. Қайда деген сұраққа жауап беріп, мекен білдіріп тұрған сөздер. Ал енді сын қимыл үстеулер ақырын, тез, әрең, жаңаша. Келесі тапсырма. Жұмбақты көшіріп жазамыз және шешімін табамыз. Күндіз білінбейді, түнде күлімдейді. Яғни жауабын тауып, осы жердегі үстеулерге анықтама береміз. Жауабы ай. Енді дәлелдейік. Бұл жұмбақты мезгіл үстеу берілген. Себебі күндіз және түнде деп қашан деген сұраққа жауап беріп, мезгіл үстеу болып тұр. Бұл үстеу, себебі қашан деген сұраққа жауап береді.
Оқушылар, егер осылай каналға күнделікті тапсырмалардың ретімен шығып тұруын қаласаңдар, каналға міндетті түрде жазыламыз және достарымызбен бөлісеміз. Егер де қаралым саны, жазылым саны артқан сайын күнделікті тапсырмалар шығып отыратын болады.